Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау есептерін талдаймыз. Бірінші есеп, өрнекті ықшамдауымыз керек. Қайтадан жазып алайын. Сының 3 дәрежесін 3 дәрежеге шығару, көбейту сының квадраты және бөлімінде сының 11 дәрежесі, оған қосамыз 2 сының 0 дәрежесі. Дәрежені дәрежеге шығару. Дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Сының 9 дәрежесі, көбейту сының квадраты, сының 11 дәрежесі, қосамын. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады, 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2 тең болады. Дәрежені дәрежеге көбейту. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейту, дәреже көрсеткіштері қосылады. 9-ға 2 қосамын 11, сының 11 дәрежесі, қосу 2 тең болады. Сының 11 дәрежесін сының 11 дәрежесіне бөлеміз 1, 1 қосу 2 тең болады 3. Келесі екінші есеп. Дәреженің қасиетін қолданып, өрнектің мәнін есептеуіміз керек. Бірінші жақшаның үшін орындап алайық. 2 қосу 16-дан 5 көбейту минус, берілген қайтадан жазып алайын. 2 қосу 16-дан 5 көбейту. Минус 2-ның 3 дәрежесі, ол бізде минус 8, барлығының минус 4 дәрежесі. Минус 8 бен 16-ны қысқартамын. 2, сонда 2 минус, яғни таңбаның алтына шығарып жіберемін. 2-ден 5-тің минус 4 дәрежесі. 2 азайту 2-ден 5. Ол 2-ден 5 дегеніміз 2,5, 2,5-тің минус 4 дәрежесі. 2 азайту 2,5, ол бізде минус 0,5, минус 0,5-тің минус 4 дәрежесі. Жай бөлшекпен жазсам менде ол 2-ден 1 болады. 2-ден 1-дің минус дәрежесі ол минус 2, минус 2-ның 4 дәрежесі, сонда бізде болады 16. Нәтижесінде 16 шығады екен. Келесі үшінші есеп. Берілген теңдіктегі m әрпін теңбе теңдік шығатындай бір мүшемен алмастырыңыз. Яғни m қандай сан болады? Ол үшін 6-ны 3-ке бөлеміз. 2, a-ның 5 дәрежесін a-ның 1 дәрежесіне бөлеміз. a-ның 4 дәрежесі, b-ның 3 дәрежесін b-ның квадратына бөлеміз, көбейту b. Сонда m дегеніміз 2, a-ның 4 дәрежесі, көбейту b-ға тең болады. Төртінші есеп, бір мүшесін стандарт түрге келтіруіміз керек. Қайтадан жазам. Минус 0,4 x квадрат y көбейту 5 y куб x-тің 4 дәрежесі. Минус 0,4-ті 5-ке көбейтемін. 4, 5-ім 20, бір орын үтір айырамын, минус 2. Минус 2. X-тің квадраты, x-тің 4 дәрежесі, ол бізде x-тің 6 дәрежесін береді. Және көбейту y-тің 4 дәрежесі. Мінекей, бір мүшені стандарт түрге келтірдік. Келесі, 5-ші есеп. Жердің массасы берілген, Юпитердің массасы берілген. Осы массаларды көбейтіңіз және жауаптарын стандарт түрде жазыңыз дейді. 5,98-ді көбейтемін 10-ның 24 дәрежесі. Көбейту 1,9 көбейту 10-ның 27 дәрежесі. Бірінші 5,98-ді 1,9-ға көбейтем. 2, 7 ойда 81, 8 ойда 45, 53, 8, 9, 5, 2, 6, 1 ойда 3, 1 ойда 11. 3 орын үтір айырамын. 11,1000-нан 362 көбейту 10-ның 24-ке 27 қосамыз, 51 дәрежесі. Стандарт түрде жазатын болсақ, 1,1000-нан 1362 көбейту 10-ның 52 дәрежесі. Келесі, жердің массасы мен Юпитердің массасының қайсысы үлкен және неше есе үлкен екенін анықтаңыз, жауапты стандарт түрде жазыңыз. 5,98 көбейту 10-ның 24 дәрежесі үлкен бе, әлде 1,9 көбейту 10-ның 27 дәрежесі үлкен бе? Дәл осылай тұрған кезде біз салыстыра алмаймыз, сондықтан мына 10-ның дәреже көрсеткіштерін бірдей санға келтірейік. 5,98
100-ден 98 көбейту 10-ның 24 дәрежесі. Так, мұнда 3 дәрежені алам. Сонда 1, так, 1, 2, 3, да, 1900. Мына жерде отырмыз. 1, 2, 3. 1900 көбейту, сонда бізде Юпитердің массасы үлкен екен. Және неше сантиметрге үлкен екендігін табу үшін 1900-ден азайтамын 5,100-ден 98-ді. 1900-дан азайтамын 5,100-ден 98. Так, 2, 0, мұнда 9 қалды, 4, 9, 8. Так, 1894,100-ден 2. Сонда неше есе үлкен екенін анықтау үшін 1900-ді 5,100-ден 98-ге бөлуіміз керек. Есені сұрап тұр екен. Так, бөлеміз. 1900-ді бөлемін 5,100-ден 98-ге. Немесе 190-ды 598-ге бөлемін. Так, 3-тен беріп көрейін. 4, 2 сойда. 27, 29, 2 сойда. 15, 17, 6, 0. Біреу кетіп қалды 1. 0 сүрет. 2-ге жетпейді, 1-ден берем. Так, жуықтап аламын. Сонда менде болады 317,7 көбейту 10-ның 24 дәрежесі. Так, мыналар қысқарып кетеді ғой. 317,7 стандарт түрде жазатын болсам, так, 3,177 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. 10-ның минус 2 дәрежесі. Так, сонда жауабымыз қандай болады? Жердің массасы мен Юпитердің массасының қайсысы үлкен? Юпитердің массасы үлкен және 3,177 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесіндей үлкен болады екен. Келесі 6-шы есеп, бір мүшені көп мүшеге көбейтуді орындаңыз. Қайтадан жазып аламын. 7-ден 4а көбейту минус 0,7а қосу 4-ден 1 қосу 2,1 аның кубы. Так. 0,7-ні мен қазір 10-нан 7 деп аламын. Минус 7-ден 4, яғни әрқайсысын бұлай көбейтіп шығамыз. Минус 7-ден 4а-ны көбейтемін. Минус 10-нан 7а-ға азайту 7-ден 4а көбейту 4-ден 1 минус 7-ден 4а көбейту 10-нан 21а куб. Қысқаратындарды қысқартып жіберемін. Мұнда 2, мұнда 5. Минус пен минус плюс болып кетеді. 5-ден 2а-ның квадраты. Минус 4 пен 4 қысқарып кетеді. 7-ден 1а минус. Мұнда 3, мұнда 5, мұнда 2. 5-ден 6 а-ның 4 дәрежесі. 7-ші есеп, көп мүшені көбейткіштерге жүктеңіз. X-тің n қосу 1 дәрежесі азайту X-тің n дәрежесі қосу X азайту 1. Екеуін топтаймын және ортақ көбейткіш ретінде қазір былай жазып аламын. X-тің n дәрежесі көбейту X азайту X-тің n дәрежесі қосу X азайту 1. Екеуіне ортақ көбейткіш X-тің n дәрежесі жақшаның ішінде X азайту 1 қосу X азайту 1 тең болады. Енді ортақ көбейткіш X азайту 1 болды. X-тің n дәрежесі қосу 1.